Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін Ұстаз Нобыды KZ платформасына, яғни портфолио платформасына тіркелуді үйренеміз. Ол үшін тіркелу батырмасын басу керек. Сосын сіздерге осындай бет ашылады. Яғни ин номерларыңызды, данныйларыңызды жазуларыңыз керек, электронный почталарыңызды жазуларыңыз керек. Одан кейін пароль жазған кезде міндетті түрде 8-ден 20 таңбаға дейін болу керек. 8-ден, яғни 8-ден көп, 8-ден аз болмау керек, 20-дан көп болмау керек. Өздеріңізге ыңғайлы парольді ойлап табасыздар. Одан кейін email почталарыңызды жазасыздар астына. Сосын парольді жазғанда тек қана сандар жазуға болмайды, тек қана әріптер жазуға болмайды, әріп пен санды араластырып жазу керек екен. Сосын міндетті түрде бір үлкен әріп жазу керек арасына. Осын барлығын жазып болғаннан кейін тіркелу батырмасын басасыздар. Мен қазір мына ашып жатқан мұғалімнің логин паролін өзіне скрин жасап жіберіп қояйын деп жатырмын. Қандай парольмен ашқанымды. Сосын жаңағы email почтасымен бірге қазір скрин жасап бірақ жібере салайын, ұмытпай тұрған кезде. Сосын ол кісі осы логин парольмен кіреді. Логин болғанда да логиннің орнына ин номер жазылады. Яғни ин номерді теріп, осы парольдарыңызды теріп кіретін боласыздар. Сосын осы тіркеу батырмасын басқаннан кейін осындай ECP кілтпен жаңа подтверждение жасау керек болады. Сосын подтверждение жасау үшін сіздерде ECP кілттеріңіз дайын тұру керек. Егерде ECP кілт ашылмаған болса, оң жақ бұрышта ECP кілт ашу туралы мен видеомды көріп ашып алсаңыздар болады үйден. Сол ECP кілттеріңіздің ең бірінші out деп тұрған таңдайсыздар. Сосын ECP кілттеріңіздің паролін жазасыздар. Сосын подписать батырмасын бассаңыздар, ары қарай кіріп кететін болады. Осындай ұяшық ашылу керек. Егер ашылмаса, ECP-ні дұрыс таңдамадыңыздар деген сөз. Сосын қол қою және келісу деген батырманы басасыздар. Кішкене бұл жерде сайт ойланады. Себебі базаға қазір көп мұғалім тіркеліп жатыр. Сол үшін сайтқа өте баяу кіреді. Тіркегенде де, тіркеп болғаннан кейін сайтқа кіргенде де өте баяу кіреді. Міне тіркеліп болғаннан кейін өздеріңіздің ин номерларыңызды және бағана жазған парольдарыңызды жазасыздар. Бұл жерде кішкене кірмей ойлану мүмкін. Егерде вообще кірмей жатса, онда ECP кілт арқылы да кіре салсаңыздар болады. Себебі бізде уже жасыл жанды, сіз сәтті тіркелдіңіз деген жасыл жаңа уведомление келсе болғаны. ECP кілт арқылы да тез кіріп кетеді негізі. Сол үшін уайымдамаңыздар. Инмен де кіруге болады, ECP-мен де кіруге болады. Бірақ ең ыңғайлысы телефонмен емес, компьютермен кіру. Себебі міне сайтымыз әлі ойланып тұр, кірмей жатыр. Бірақ та интернеттеріңізге де байланысты және де базаның жаңағы істеуіне байланысты. Одан кейін обновить жасап жіберсеңіздер, осындай ашылады. Қайта-қайта обновить ете берсеңіздер, тез ашылады. Міне кіріп кетті. Енді менің мәліметтерім деп тұрады. Содан төмен қарай жүрсеңіздер, жаңағы барлық мәліметтеріңіз шығып тұрады. Бұл жерде сіздерге тек қана марапаттау мен тәлімгерлікті тіркеулеріңіз ғана керек. Міне файл қосу, шолу деп тұр осы жерде. Шолу батырмасын басу арқылы дайын папкаға файлдарыңызды, жетістіктеріңізді барлығын салып қойсаңыздар, сол жерден скачать ете бересіздер. Міне бүкіл данныйларыңыз, медстраховка, адрес барлығы шығып тұрады. Егерде стажыңыз, адресіңіз, бір телефон номерларыңыз дұрыс болмаса, онда астыңғы жақта жаңағы көмек деген не тұр ғой, почтовый адрес тұр сол жерде, Нобыды деген. Сол почтовый адреске жіберу керек. Мені өзгерту керек осындай данныйларымды деп. Ал басқа марапаттаулардағы бөлімдегі нелерді ол файлмен қосу арқылы жүктей аласыздар сайтқа. Сол барлығын жүктеп болғаннан кейін аяғында мен деректерді өңдеуге келісемін деген батырманы бассаңыздар болғаны. Сосын тағы да бір айта кететіні,
сайтқа кейде кірмей қалуы мүмкін. Сондай жағдайларда сіз Google-мен кіріп тұрсаңыз да, Яндекспен кіріп тұрсаңыз да историясын очистить жасауларыңыз керек. Историясын очистить жасағаннан кейін автоматически сайтқа кіретін болады. Міне шолу батырмасын басып көрсеңіздер, осылай автоматически файлға кіріп кетеді. Содан өздеріңіздің дайындап қойған папкадан соны скачать етіп аласыздар. Файлдарыңызды бір-бірден, барлығы бірге скачать етілмейді екен. Міне енді мен сіздерге Google-да қалай историяны очистить жасау керек, соны көрсетейін деп жатырмын. Google-да барлығы дайын тұрады, қалай очистить ету керек. Осы жерде өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіріп тұру керек. Яғни Google аккаунттарыңыздың логин паролін телефоннан алсаңыздар болады. Немесе әр компьютерде өзі кіріп тұрады сондай аккаунтқа. Сол жерде удалить историю, очистить историю деген батырманы басу арқылы сіздерге мынандай не шығады, ұяшық шығады. Содан кейін очистить, удалить данные деп басасыздар. Сосын барып жаңағы портфолио несіне кіретін болады.